Саламатсыздар студенттер. Мен нан, макарон және кондитер өндірісі мамандығының арнайы пән оқытушысы Утегенова Галия. Бүгінгі онлайн сабағымызды бастаймыз. Кекс дәмдеуіштер, цукаттар, мейіз және басқа заттар қосылып май қоспа қамырдан пісірілетін булке немесе шағын нан. Кекс бисквиті ашытқалы және ашытқасыз болып бөлінеді. Құрамы: қант 200 грамм, майонез 200 грамм, жұмыртқа 3 дана, ұн 200 грамм, тұз 2 грамм, қопсытқыш 1 чайный қасық. Қамырды дайындаймыз. Ұнды елгезерден өткізіп аламыз. Қант аламыз 200 грамм. Майонез аламыз. Қопсытқыш аламыз. Енді қамырды дайындау үшін 3 дана жұмыртқаны миксерде араластырып аламыз. Жұмыртқаны әбден ағарғанша шайға аламыз. Енді 200 грамм қантты саламыз. Қантты жай-жайлап саламыз. Жай-жайлап саламыз. Жұмыртқа екеуі айландырады. Дайын болғанша духовканы дайындаймыз. Духовка 180 градуста қоямыз. Қақа қызып тұрады. Қақа дайын болады. Енді мынаны аламыз. Массамыз дайын болды. Енді масса аппақ болу керек, мынандай көгіктірілген. Соның ішіне біздер қазір оның ішіне 1 чай қасық разрыхлитель саламыз. Разрыхлитель салып, онды араластырамыз. Майонезді қосамыз. Майонезді қосқандан кейін оны араластырамыз. Венчикпен немесе қасықпен араластыруға болады. Енді ұн қосамыз. Ұн 200 грамм. Ұн қосқандан кейін тағы да араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Мынандай қамыр болу керек. Мынандай қамыр болу керек. Енді кекстарды мынандай қалыпта пісіруге болады. Мынандай кекстарға арналған нелер болады. Соны ішіне саламыз. Сода пісіп шығады. Бір-біреуден саламыз. Дайындаймыз. Енді кекстарды, кекстің қамырыны кармельщикқа саламыз.
мынандай. Для удобства можно банку. Вот такой козметик. Қамырымызды саламыз. Корнетикке қамырымызды саламыз. Көп емес, былай етіп жайлап ішіне толтырамыз. Үшін кесеміз. Толдырмаймыз. Орташа саламыз. Қазір духовкаға саламыз. Духовка 180 градуса болу керек. Қалған қамырды мынандай кішкентай қалық болса, соларға да салуға болады. Мынандай кішкентай қалық патшаларға тоже салуға болады. Оған да мынандай қағаздан арналған нелер қажет. Мынаның ішіне де салуға болады. Дайын болғанның сіріңке шейін тығып тексіріп көруге болады. Дайын болса аламыз. Кекстарымыз дайын болды. Ендігі кекстің әбден суығанын күтеміз. Сапасына қойылатын талаптары: дәмі мен иісі жаңа дайырланған өнімге тән хош иісі шығып тұрады. Түсі қоңыр қызыл, консистенциясы жұмсақ болуы керек. Біздің кекстарымызды. Креміміз мына жерде дайын. Ол мынандай кілегей мен қант ұнтағыдан дайындалған. Кондитерлік қаптық кілеге мен кремді кекстерге салып шығамыз. Кекстарымыз дайын болды. Үйге тапсырма: сізге майонез қосылған кекс дайындау технологиясы. Сау болыңдар. Сізге сәттілік тілеймін.